Ұйықтап жатып та сауапқа кенелуге болады десем, сенесіз бе? Иә, түнде ұйықтарда дәрет алып жатсаңыз болды, сауап жазыла береді. Бұл туралы хадис шәрифтерде айтылған. Кім төсекке дәрет алып кейін жатса, сол түні бір періште таңға дейін «Я Раббым, бұл құлыңды кешір» деп дұға етеді екен. Дәретпен жатып, Аллаху тағаланы ойлап ұйықтаған адам оянғанға дейін намазда тұрғандай болады. Бір періште ол үшін ғибадат етеді. Оянған кезде тағы да Аллаху тағаланы ойлайтын болса, ол періште бұл құлының кешірілуі үшін Аллахқа дұға етеді деген Ибн Хиббан. Ал Дайламиден жеткен хадис шәрифте, дәреттен кейін Қадыр сүресін оқыған адам сыдықтардан, 2 рет оқыған адам шахидтерден жазылады. Ал 3 рет оқыған адам пайғамбарлармен бірге тіріледі. Дәрет алғаннан кейін дәреттен артылған суды ішу 70 түрлі дертке дауа. Мұның ең төменгісі қайғы. Дәрет алып жатқан адам түнде ғибадат еткен, күндіз ораза тұтқан адам сияқты делінген. Бұхариден жеткен риуаятта, дәрет алып 2 рәкат намаз оқыған адамның күнәлары кешіріледі. Жақсылап дәрет алған адамның 2 намаз арасындағы күнәларының барлығы кешіріледі делінеді. Табарани былай деген: дәрет алған адамның күнәлары ағаш жапырақтары төгілгендей төгіледі. Жан алатын періште келген кезде дәреті бар адам шахидтік мәртебесіне қауышады. Мүслим былай риуаят еткен: бір мүмин дәрет алу ниетімен бетін жуған кезде көзімен істеген күнәларының барлығы сумен бірге төгіледі. Қолдарын жуған кезде қолдарымен істеген күнәлары судың соңғы тамшысымен ағып кетеді. Аяқтарын жуған кезде аяқтарымен істеген күнәлары сумен бірге төгіледі. Осылайша бүкіл кіші күнәлардан тазаланған болады. Рамуз былай деген: дәрет алу үшін бетіңді жуған кезде күнәларың кірпіктеріңнен төгіледі. Қолдарыңды жуған кезде қол тырнақтарынан, басты мәсі еткен кезде басыңнан, аяқтарыңды жуған кезде аяқ тырнақтарынан күнәларың төгіледі. Айта берсек, түнде дәрет алып, жуынып ұйықтаудың сауабы мол. Ал күндізде дәретпен жүрудің сауабы одан да көп.